Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осы видеода көріп тұрғандай өте май, қатып қалған, неше жылдан бері кетпей қалған майларды ешқандай химикатсыз небәрі 5 минуттың ішінде оп-оңай жолмен кетіретін боламыз. Осы әдістен кейін сіздің табаларыңыз жылтырап өте әдемі қалыпқа келетін болады. Достар, сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер, сіздерге де өз нәтижесін беретін болады. Екі жағына биігірек етіп қыш қойып, ортасына от жағатындай етіп, осылай орын дайындап аламыз. Одан соң астына отты қатты етіп лаулатып жағатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте қатты етіп жағамыз. Отты өшіріп алмамыз керек. Осы қалпында тоқтаусыз 15-20 минуттай жағатын болсақ, сыртындағы майлары жібіп түсетін болады. Достар, егер отты өшіріп алатын болсаңыз, біздің табамыз суып қалады, сыртындағы майлары дұрыс кетпей қалады. Достар, егер сіз көп қабатты үйде тұрып, мен бұлай жасай алмаймын дейтін болсаңыз, менің каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыз, сковородкаларды, қазандарды үй жағдайында өте оңай тазалаудың тәсілдерінде таба аласыздар. Міне достар, қараңыздаршы, біздің табамыз дайын болып шықты. Жаңағы өте қатты кетпей тұрған қап-қара майлар өздігінен жібіп қалған. Қатты күш жұмсамай-ақ ағаштың ұшын тигізсек кетіп қалып жатыр. Ұзақ уақытыңызды да алмайды, небәрі 5 минуттың ішінде сырты аппақ болып шыға келеді. Алдын каналыма осындай өте майлы болып кеткен сковородка тазалаудың тағы бір әдісін салған болатынмын. Сол кезде менің көрерменім отқа күйдіріп тазалау әдісін салыңызшы деп өтінген болатын. Сәті осы күнге түскен екен. Достар, егер сіз менің каналымнан қандай видео көргіңіз келеді, қандай рецепт көргіңіз келеді, осы комментарийдің астына жазып қалдыратын болсаңыз, мен сіздердің өтініштеріңізді орындауға тырысамын. Міне жаңағы қап-қара май болып тұрған сковородка сыртындағы майларының барлығы кетіп аппақ күйге енді. Бір жуып жіберетін болсақ, одан әрі ағарып шығады. Келесі табаны да отқа қойып, оттың астын қатты етіп жағып алдым. Бұл сковородканы да дәл жаңағыдай жасайтын боламыз. Оттың астын қатты етіп жағып, үздіксіз отты өшіріп алмай 15-20 минуттай жағамыз. Достар, егер сіз менің каналыма тіркелмеген, жаңадан қарап отырған көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта да талай видео рецепттермен, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Міне достар, бұл сковородкада өте оңай жолмен кетіп қалды. Енді іші кішкене қарайып тұрады. Суға бір салып алсақ, іші де толығымен кететін болады. Мінекей, ішінің барлығы жібіп дайын тұр. Бір рет жуып жібердім. Міне табанның ішіндегі осы тұрған күйелерін бір жуып кетіріп алдым. Содан кейін сковородкаларым өте әдемі жылтыр қалыпқа еніп шықты. Адам ағзасына өте зиянды химиялық қоспаларды пайдаланбай-ақ осылай сковородкаларды өте таза етіп шығаруға болады. Табадан бөлек қазан болсын, кастрюль болсын, кез келген затыңызды осы әдіспен тазартып алсаңыз болады. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.